жұмыс істейтін жұмысшылар жоқ. Мал шаруашылығын егіншілік ұштастырған ең үлкен кооператив. Сау саламат тұрдыңыздар ма Ардақтағы ағайындар, біз солтүстік Қазақстан облысы Шоқан Уәлиханов ауданында қазір осындағы халықтың тұрмыс тіршілігін экранға таспалап жатырмыз. Осы Шоқан Уәлиханов аудандағы негізгі тіректі кәсіпорынның бірі осы Серік ағамыздың кәсіпорны. Өйткені мал шаруашылығын егіншілік ұштастырған ең үлкен кооператив. Қашан құрылды аға? Осы жайлы бір кең көлемде таныстырып өтсеңіз. 12 жылы құрылды ғой. Өзі мәз қарамауымыз бар еді. Соның арқалы осы автобаздан жер алып, содан кейін осы жерден жер алып 13 жылы аңғыс мал әкелдік. Аңғыса Қаратапал сиырды әкелдіңіздер ғой, Қазір 25.000 гектар жеріміз бар. 174 жұмысшымыз бар. 74 жұмысшы бар. 174. Егіншілікте бар, сіздерде? Қайсыңызда егіншілікте? Бидай ма деген бар? Бидай да бар, арпа да бар, шемішке де бар, кукуруз да бар, шөп те бар. Жұмысшылар керек. Сіздер жұмысшылар қай жағынан керек? Мысалы, мал шаруашылыққа керек па, техниктар керек па? Мал шаруашылығына оған да керек. Малшылар керек. Алла жазса, енді жылға даярка керек болады. Шопырлар керек, механизатор керек. Шопырлар, комбайн, трактордар айдайтын, жер жататын, сол секілдіге керек па? Контрактор айдайтын, КамАЗ айдайтын, категориясы бар. Мына жерде Алла жазса, қара малдың сүт алатын фермасын салып жатырмыз. 200 басқа. Соған жұмысшылар керек болады. Мал дәрігері керек болады. Бухгалтер керек. Бухгалтер деген нәрсе кісі таба алмайды. Жұмыс істейтін жұмысшылар жоқ. Қиын болады. Жұмысқа келем десе, үй береміз. 5 жыл жұмыс есе, ол үй соның мойнында қалады. Соның басына олар берсе, 5 жыл жұмыс жасаса өшіріп тұрады. 5 жыл жұмыс есе, тең береміз сол үйді, сол кісінің атына. Оның сұртында айлығы, жақсы айлығы беріледі ғой? Айлығы беріледі. Айлық қанша болды? Bir мөлшерін айта кетіңізші? Айлығы ол өзі қалай жұмыс істейді содан. Ол кезде шопырлар, комбайнерлар 2 миллион өшті болады. 2 миллион өшті болады. Енді ана жұмыстың қауырт кездерінде ба, Жай ең ары тағысы еділер баты бізде 490 мың бар, солай шығылы бар. Тамағы өші бар, тамақта жұмыс істегенде 3 мезгіл осында болса, дағада жұмыс есе 4 мезгіл тең. Тегін тамағы бар, 4 мезгіл өші тамағы бар. Барады, жұмыс істейтін жерде апшиче бар, мойша бар. Егер салт басты жұмысшылар келсе, сөз жерде жатағы бар, моншасы бар, және бәрі бар. Егер отбасымен көшіп келсе, оларға арна ол айырым үй берілетін болды ба? Қазір міне 4 үй дайын тұр. Дайын үйді берілеміз, үй салып аламыз десе, ол 3-4 үйге дайын материал да бар, оны да береміз. Қандай кісі келеді? Ең біріншіден бізде арақ ішпеу керек, екіншіден. Талаптарыңыз, құмар ойнамайтын, арақ ішпейтін, жұмысқа белсенділігі бар, сондай азаматтар керек қой. Сол біз бұйырса, осы экран арқылы жер-жердегі қандастар бар, туыстар бар деген секілді, осында отбасылар бар, өте жақсы тиімділігі бар екен, сіздің осы орталықтың да. Естіп жатса, хабарласа, бұйырса келеді өзіңізге. Оның кейін сол көбінің алаңдайтыны, бұрын осындай жағдайлар көп болған секілді, сіз енді ренжімеңіз. Келгеннен кейін айлығын уақытында бермей қойған, оның кейін және қорқытып ұстаған деген секілді, содан қорқып бізге де жауап сөйтіп жатқандар бар да. Бәріміз Алланың алдында жүрміз, ондай жоқ. Алла бәріне сәт сапар, ақ жол. Қолдан келгенше тырмысамыз, істейміз. Өзің рыздығы бар ғой бәрінің. Бәріміздің өз балаларымыз бар, ағайын туыстарымыз бар деген сияқты. Алла жата сондай жоқ. Сондайлар бұрын болыпты да, бәрін сөйтіп ойлай салатындар бар екен де, соның кішкене мынау сіздің өз аузыңыздан естіген қандай
bir türlü сенімді шығады да, соны сұрап жатқаным ғой Айбектеңізде. Міне көрдіңіздер, осы жерде неше мың бас ірғара бар, жылқысы бар, және 1000 бас, 1000 бас қарамал бар, иә, 2000 жылқы бар. 2000 жылқы бар ма? Қарамалымыз өзімізде премиум продукты статусымыз бар. Статус. Малымыз премиум бар. Енді мына жерге жаңа заводқа бөлек болған сауын сиыр әкеліп, сүт сиыр әкеліп қой. Алғанысы октябрьдің ноябрьдің басында сауынды сиырлар келеді. Қайсы мемлекет сырттан әкелінеді? Сырттан келеді. Жақсы. Иә, онда тіпті жұмыс көбейеді екен, сонда жұмыс шақырып отырған сол. Неше мың гектар жерде егістік бар. Біз ана қырман түсіріп қайтып, ар жақ бар жақ ат жақтырым қырман, әртүрлі дақылдар және қырманға жинап жатыр. Неше 100 мың гектар десек те өтірік айтқан болмаймыз. Ана комбайн, трактор, камаздар деген оны айдайтын әзір шофердің да тапшылығы өтіп тұр екен. Сол үшін егер осы экран алдында көріп жатқан ағайындар болса, қолынан іс келетін жігіттер болып жатса, хабарласыңыздар. Секеған өзі Құдай қараған бір керемет сондай бір жақсы адам екен. Сол пейіліне қарай осы ошақ ырыстыра беріп отырған болу керек. Бір ауданның негізі тіректік кәсіпорны, аудан әкімдері де барлығы осы кісіні қолдап өте тығыз жұмыс жасап отыр. Бұйырса хабарласыңыздар, және біздің жалғасты осы экран арқылы түсіндірген түсініктемемізді көріңіздер. Экраннан сіздер көріп түсінерді деп ойлаймыз.